Ассалаумағалейкум көрермендер, сіздермен мен Хакер KZ. Мен қазір бүгін дүкенге барып келатты. Короче ше, біздегі новый үйге орналастық бір қалада. Дүкенге барып тамақтар алып келе жатырмын. Біртүрлі дыбыстар шықса, дым ренжімеңіздер. О, қайсың Рома? Мен тамақ алып келдім чоқым. Енді дүкен алыс, бізге машина керек. Ал менде құттай бір жинаған ақшаларым бар. Бірақ ол мен бағы бір сен жей бер. Короче, мен бар емес пе? Бет торттың жартысын жеп қойған емес. Короче, мен жаңа телевизорден көріп келатырмын, біздің қалаға Кадиллак пен Гелендваген келіпті. Олар қымбат. Бағасын қатты білмеймін, бірақ қымбат. Бұттыс жомай ona. Мен кальян чекпеймін ғой, жомай, білесің ғой. Бұтса мен кальян чекпеймін ғой. Ана жерде не болған деп ойлап отырмын ше. Білмеймін, сол ұшақ келгенде сол жерге түскен от білесің бе, түнде екеуміз қатты дауыс естілдік қой. Гаражымызда бар әйтеуір. Торттың жағасын жеп қойған дейсің. Қайнашасы каменшіні қарашы. Жақсы, тоқта. Мен қазір ойбай, мен жуынатын жерге барып келейінші. Білесің бе сен? Негізі жалпы құттай білем негізі. Енді баннығайды, біздің қонағы. Барлық не осы ақша кетті ғой, білесің бе? Осы үйге кетті ғой. Үйдің клиені кетті, алмадан клиені кетті. Жуынайыншы. Болды, енді сәл не қалды. Сәл көңілім не істеді. Давай сол менде екеуміздің ақшамыз екеуміз білесің ба? Осы ас бөлмеге тік қойып едік қой, бөлмемізге тік. Олар алып кетеді. Аз көрейші, біздің ақшаларымыз бар ма екен? О, досым, міне біздің ақшамыз негізі жетіп қалу керек негізі. Некен жайы болмашы, телефонымнан қарайын. Так, түке жүреміз, сосын жүреміз. Қара, жабық тұрма. Есін кілтеп қой, мақта ұрылар көп. Чөтті адамдардың бәрі кетіп қалған сияқты, сол денекпен кетіп қалды. Ема, Кадиллакты көріп тұрмын, прикинь. Ема, оны көрмеген де арман шығар, а? Ема, Кадиллак қой. Сен жолдың шетімен жүрмей, машинаға қақып кетуі мүмкін. Екеумізде жоқ шығар да, бай үй болғанмен, екеумізде машина жоқ да. Ема, Гелик, Кадиллак, ема. Маған түрлерін қарашы, жынды ғомаларым түрлері. Ана қай жерін? Дәргері ма? Ема, арттарын қара, теска, мощный ғомалардың аттары. Ема, Кадиллак, шоттап, базар жоқ, сен, мақта, телевизор көретін. Салондар сәл нашар екен, салондарын өзгерту керек, емайы. Жылқылардың несін істейм ба, мала? Чотам, не дейді аналар, емайы? Міне, гелі екі стак болса, тағы Кадиллакты екі стак болу мүмкін, сондықтан, сен өзің ала берші. Так, давай мен суретке гелігімді түсіп алайын. Қалтамнан алайын, так. Гелікті суретке түсіп алайын, 3 рет. О, гелик. Маған
Кадиллакпен гейлик алдық па? Маған гейлик ұнап тұр ғой, ё-моё. Иә, кілт ішінде болса алай берейік, ё-моё. Мамо, диска, короче. Дай мен оны бұлай қарайын. Қазір күте тұр. Сәл қатып атады мен қазір сыртқа қаратып переводмен істеп көрейінші. Ема, онда вообще жынды кетеді жап. Ішінде салон өзгерту керек та? Біз бұларды тек екеуі келген дұрыс болды. Ема, дершка, омынау деген короче. Кетті досым. Солай ғой. Негізі Кадиллактың 6-ауы келген, Гелендвагеннің 6-ауы келген. Екеуі короче 12 келген ғой. Соларды екеумізге алып тұрғыш жұрттақта. Тоқта, менің сәл не қатып атырмын. Гейликтің несіне өгесін қатып атқанша. Давай гаражды ашып жіберсей. Гаражды ашып жіберші. Жақсы, өзім ашып жіберейін. Гейлик еще дәл сияды ғой гаражға, бірге. Сенің Кадиллағың ұзын болғанмен менің гейлигім томпақ. Томпақ емес, күшті. БМВ-лармын келесі. Мен де бұрында білесің бе? БМВ-ның ескі түрі болды ғой, білесің бе? 1900 бірдеңесінің БМВ-сы ғой. Иә, көк БМВ болды ғой менде, короче. Достар, біз Кадиллактың гейликті көріп, соқтым ғой мен, ашылшы шумай. Гаражың тұтқасы. Бәсе, омай. Гейлигімді меққа сәл кіргізіп қойын, дай, Гелендваген. Соқтым ғой, омай, бегере. Белгел гейлик. Омай. Мен кіргізу керек, ойбай, қасқа. Нәрмен оғат сияқты, да? Жабамыз. Ауыр ғой, короче. Ема бұрыннан жинап отқан ақшаларым жақсы болды. Шу дүкенге енді жаяу бармайтын болдым, аяғым талмайтын болды. Еліме мақтанатын болдым. Так, достар, осымен видео аяқталды. Сіздерге ұнады деп үміттенемін. Келесі жолы біз басқа нелерді түсіретін боламыз. Амата көріскенше сау болыңыздар. Лайк басып, комментарға Тіркеліңіздер, достар. Так.